Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін өте дәмді, нәзік пирогты йогуртпен жасаймыз. Бұл пирогқа арнайы ыдыстың қажеті жоқ. Сол йогурттың ыдысымен өлшейміз. Йогуртты қандай алсаңыз, сол йогурттың дәмімен әртүрлі болып өзгеріп отыратын пирог. Йогуртты шұңғыл ыдысқа саламыз. Сол йогурттың ыдысына жұмыртқаны өлшейміз. Менде 3 кішірек жұмыртқа болды. 2 үлкен жұмыртқа қоссаңыз болады. Ыдыстың ішін жақсылап тазалап қоямын. Жақсылап араластырамыз. Енді сол йогурттың ыдысымен 1 стақан қант қосамын. Рецепт бойынша 2 стақан қант қосу керек. Йогурттың өзінде де тәттілігі бар, сондықтан бізге 1 стақан жетеді. Енді 2 стақан ұн қосамыз. Ұнға қопсытқышты араластырып аламыз. Жақсылап араластырамыз. Жарты стақан май қосамыз. Құрметті менің көрермендерім, видеоның астына описание бөліміне басқа да қызықты рецептерді салып қоямын. Форманы жақсылап майлап, алдын ала қызып тұрған духовкада асты үстін қосып 180 градуста 25 минутқа қоямыз. Осы ыдысында суытып аламыз. Ешқандай кремсіз керемет дәмді болады. 1-2 деп жасай салатын ең оңай, өте дәмді, нәзік пирогтардың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сізге ұнайтынына сенімдімін. Сіздермен болған Айгерім. Каналға тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Көріскенше күн жақсы болсын.